Саған бірнеше күндақ сау-саудың кесілген басын көрсетемін. Саған бірнеше күндақ сау-саудың кесілген басын көрсетемін. Тайтұдық. Тайтұдық. Кім бұны? Менің төсегімде не қып жатыр? Тайтұдық. Жаңғанды өзіңіз ертіп келіп жатқан едіңіз ғой. Ұмытып қалдыңыз ба? Мынау зый екен ғой. Мен мас болып қалыппын. Әсілі мас болмауым керек еді. Оқиятта нелерді айттым екені. Лейман, түн ортасында не қояттың мені? Дарияның терістігінен адам келді. Тоқта. Жүр. Тайтұдық, Саймаусанғын сәлем айтып, сау-саудың қазіргі қорғанысы күшті. Қол жұмсауымыз қолайсыз депті. Ол тағы... Білдім. Кете бер. Зый. Зый. Мырза, қайда барасыз? Ханым. Мырза, қайда барасыз? Терістік жағаға қайтпақшымын. Тайтұдық біле ме? Тайтұдықтың мастығы тараған жоқ. Оятқым келмеді. Онда қайтып болады. Сіз Тайтұдықтың көне досысыз. Өзі шығарып салған жөн ғой. Мырза, тоса тұрыңыз. Мен бар мәмдік білейін. Ханым, аялдаңызшы. Ханым,
Көңжейін жақсы көңілмен үлкен құрмет көрсетті. Өмірімде кеше түндегідей мас болып көрмеппін. Көңжейін кететінді білсе, жығыла жабысары анық. Онда тағы да шарап ішіледі ғой. Сондықтан ойлана келе, қош айтпай кетуден басқа жақсы амал таппадым. Ханым, тура түсінгейсіз. Олай болса, мәлімдемей-ақ қояйын. Рахмет, ханым, мен жүрейін. Мырза, сәл сабыр. Сіз қонақсыз ғой. Қайықты өзіңіз айдап қайсаңыз, жарамас. Екі жасау шақырайын, арғы жағаға жеткізіп қойсын. Үйте көрмеңіз. Не үшін? Ханым, қазір у елімен сау-сау басы әзір соғыс күйінде тұр. Егер жасақтарыңыз ол жаққа барса, қолайсыздық туылама деп алаңдағаным ғой. Айтқаныңыз шер екен. Онда жеткізіп салалмайтын болдым. Ханым, сау болыңыз. Келіп тұрыңыз. Кетті ме? Кетті. Өзіңе рахмет. Отағасы, қараңыз күн көтеріліп келеді. Бейне сіз екеуміз үшін көтеріліп келе жатқандай. Мәлімет басы уәзір, ақылшы жаңған қайтып келді. Қане, кел. Басы әзір. Кел. Жаңған, қандай болды? Пақырыңыз ұятты, жуйды көндіре алмадым. Әсілі сені әрбілеуге мүлде жібермеуім тиіс еді. Бітпеген болса, жуйдың мазағына қалдым деші. Бірақ басы әзір, жуйды көндіре алмағаны мен үлкен құпиялық аңғардым. Қандай құпиялық? Басы әзір, көргенде ашуланбағайсыз. Келіңдер. Бармын. Саймау мен жаңынды дереу шақырыңдар. Ләппәй. Бас уәзір, Саймау, әміріңіз бойынша келіп тұр. Саймау, су жасақтарын жатықтыр деп едім ғой. Қалай болып жатыр? Мәлімет бас уәзір, әр қосын күні түнімен жапалы жаттығу жасауда. Жалау, садақ жабдықтарына жаттығып қалды. Бірақ кемелек арасында сәйкестікке су бетіндегі сайысқа сыла қоймады. Әлі де уақытқа жетті. Сен жаттықтырып болғанша, менің басым дарияның шығысында қалар. Бас уәзір, сөзіңіздің мәнісін түсіне алмадым. Мына ғана оқып бер. Тай тұтыққа мәлімет. Біз сау-сауға ләжсіздіктен бағындық. Жақында сау-саудың дарияның шығысын алған соң, еңбегімізді ескерусіз қалдырып, желкемізді қиып, бізді саңғындықтан алып, мәңгі керектен шығармақ болғанын естіп, зығырданымыз қайнап, қатты кектендік. Сондықтан күнәмізді еңбекпен жуып, дарияның шығысына қызмет етуге бекідік. Қазір сау-саудың су жасағы менің қолымда. Су үсті шебінен әдей ақау тастап қойдым. Соғысқан кезде тайтұтық шебімізге батыс терістен соқтықсаңыз болғаны, терістік шебінің талқаны шығады. Ораты келгенде біз ауқымға қарай сау-саудың басын алып, у беліне тасу етеміз. Бұл жоқ үйге бапарып басын алыңдар. Бас уәзір, болдым. Бас уәзір, мен адалдықпен жасағыңызды жаттықтырсам, сіз фасықтардың сөзіне сендіңіз. Бұлалардың сайқалдыға. Мәлімет! Басы уәзір, Саймау жаң үйіндердің басы алынды. Қиын болды.
жырғаға түсіппін. Саймау мен Жаңиннің басын әр қосынға көрсетіп, сатқындық жасағанын жар етіңдер. Ләппәй! Үйден, Маузе. Бармын. Екеуің кезінде Теңжоу, Шижудың су жасақтарын басқарғансыңдар. Біреуің тұтақ, біреуің орынбасар болып, кеме шебін қайтырет деп құрғанысты қайта құрыңдар. Әміріміз қабыл алдық. Дәт бас уәзір, менде бір ұсыныс бар. Айт. Менше, терісті қосынымыздағы сарбаздардың көбі ат үстінің садақ қылышына егей. Бірақ кеме үстінде олақ. Олар кемеге шыққан соң болмаш толқын тербесе басайын алады. Бұл соғысқа тиімсіз. Менше барлық кемелерді темір шынжырмен матап біріктіріп, кеме үстін жазыққа айналдырсақ, әрі толқыннан сақтанып, қаладай орнын тұрар едік. Жасақтарымызда шайқасқанда арыстан айбатқа міне алар еді. Жақсы амал. Көрдіңдер ме? Саймау өстіп істемей қасарысып еді. Енді білген шығарсыңдар. Ол нағыз сатқын. Ежен, дереу міндетіңді алып, кеме шебін қайта құр. Ләппәй! Бекзат, ағамыз жауға сатылып басалынды. Сіздің бұрыңыз не? Жоқ. Саймау Саңғын күнәсіз. Оған қас қылған жуй. Саймау ел үшін шәйт болды. Еңбегі ерен. Ағалар, мен шындықты айтайын. Бас уәзір дәл қазір қайғыдан қан жұтуда. Ол өзі келе алмағанмен, мен әдейі аруаққа тағзым етуге жіберіп отыр. Сол арқылы көңіл қайғысын тарқатпақ. Бекзада, бұл сірә қандайсыз? Әлгі құпиағат жуй жазған жалған қат. Бас уәзір анығына жете алмай, Саймау Саңғынды ағат мерт қылды. Дәл қазір бас уәзір өкініштен өзі көртеніп қасірет шегуде. Жаңганды жасырын жайғастырды. Сол арқылы Саймау Саңғының нақа қаруағын раз етті. Тағы екеуіңізді құттықтағалы келдім. Құттықтағалы? Бас уәзір патшаға дәттеме жолдап, Сәйжұңды Шаңжұң сұлтандығына, Сәйхыны Шине сұлтандығына тағайындады. Әр екеуіңізге ортақ осынның Саңғын шенін беріп, 10 мың сар алтынмен сыйлады. Бас уәзірдің шапағатына көп рахмет! Бас уәзір тағы екеулеріңізді орталық сарайға еңбек сіңіретін болса, мұнанда көп сый көрсетемін деді. Бекзат әмір етіңіз. Біз қандай еңбек көрсетсек болар екен? Өтірік сатылу. Өтірік сатылу? Дәл солай. Егер Дарияның шығысына дәл қазір сатылсаңдар, жуйдың сен ние боласыңдар. Неге десеңдер,
бас уәзір туған ағаларының басын алды. Сендер оған өлерде өшіккен боласыңдар. Дәрияның шығысына сатылуларың ағаларының өшін алу үшін болмақ. Түсіндіңдер ме? Сайжың Сайха, сендер Саймау Саңғұнға қас қылған бас уәзір емес, қайта жуи екенін білулерің керек. Сендер сатылып барған соң, істің ыңғайына бағып, бас уәзірдің жуйды жоюына көмектесесіңдер. Сонымен бірге өз ағаларыңның да кегін аласыңдар. Мақұлсыңдар ма? Мақұлмыз. Жарайды. Бас уәзірге дереу мәлімдеп, ол кісіні көңіл қайғысынан арылтайын. Бас уәзірдің шапағатына рахмет! Керемет, керемет, керемет ақ. Биік шыңғыз, сыңғырлы бұлақ, ой толқытқан әсем күй. Кісіні әлемге шарықтатады. Мен сазға елітіп, мастанайын дедім. Мырза, мазақ етпеңізші. Заден, не шаруа? Құтты болсын тай тұтық. От жағы ойлаңыз жеңіспен аяқтады. Әлгінде қабар келді. Сау-сау қосынында үлкен ушу болыпты. Саймаудың бас алынып, аға Саңғұн Үйжин, бұрынғы қосының орынбасар Саңғұны Мауже, тұтық және тұтықтың орынбасарлығына тағайындалыпты. Жақсы. Жаңғанды елшеткен болмашары жастыру байламның осындай керемет өнім берерін ойламаған екенмін. Солай, тактикаңыз керемет қой. Саймау, біздің су жасақтарымызға үлкен қатер еді. Ол өлген екен, сау-саудың су жасақтарын жаттықтырумен қолбасшылығында ақау көбейеді. Енді сау-саудың жеңілері даусыз. Менің бұл айламды басқалар аңғара алмайды. Сұңқар ойлы сұңғыла жоғылияң, бұдан бірдеме сез алдым екен. Заден, мен үшін барып аңысын аңдап келші. Гуңжин, ол да жай пенде емес пе? Сыр сипатын біле қоюда нағай бұл. Мақұл, барып аңдап білейін. Заден, құтты болсын, құтты болсын. Аха, қандай қуаныш. Гуңжиннің айламен Саймауды өлтіріп, сені менің аңғармағанымды білуге жұмсаған осы қуаныштысты айтып тұрмын. Гуңмин, сен қалай білдің? Саймау өлді деген хабар жеткенде-ақ Гуңжиннен болғанын білгем. Десе де, мұндай айла тек жаңған сияқтыларға ғана ес қатады. Сау-сау қапелімде сезбей қалғанымен, ертеме кешпе білері анық. Тек ол қателігін мойындағысы келмейді. Сау-сау қателігін өзгертуді біледі. Бірақ мойындамай қоюда мүмкін ғой. Гуңмин, тағы бір іс. Саймау өлген соң, орнына кімнің тұтық болғанын білдің бе? Әлгінде құтты болсыннан екеу айттым ғой. Біріншісі Саймаудың қазасы.
Ал енді бірі Үйжің мен Мауженің су жасақтарының тұтықтығына тағайындалуы. Саусаудың су жасағы осы екі бос белбеудің қолында құрайтын болады. Зыжың, сәлден соң Гуңжинге кезіккенде, оның айласын аңғарып қойғарым дәсте білдірме. Сөзсіз білмекті дегейсің. Өтінейін. Адам соңғыла болған сайын, ақмақтың кебін киюге асығатын ай. Тек Гуңжин қуанып, мақтанышқа бөленіп, көңілі жай тапса, екі жақтың тізе қосуына тиімді болар еді. Егер көңілі жабырқаса, мені бірген аспасады ғой. Есіңде болсын, істің шансырын әсті айта көрме. Білемін. Білемін. Қарай, бұлайшы. Қолдар. Кел қолдар, ілесіңдер. Кел қолдар. Зыжың, Қай, тұтық! Тез болыңдар, тез! Бер қарай! Арт жақтағылар ілесіңдер, тез болыңдар! Тұтық! кезіктің бе? Ол айламды аңғаралық па? Бер қарай, тез! Қимылдарын Алдымықты деп Қалай? айтқым келеді. Бірақ ол бәрін аңғарып болыпты. Оның үстіне мен табалдырғын аттаған заман аңсын, аңдағалы барғанымды біле қойды. Бұл адамды тірі қоюға болмайды. Сөзсіз өлтіріп, қатерді жою керек. Гуңжин, жалпы жағдайды ескеріп, әстесіңі резлікке баспауыңызды өтінемін. Қам жеме, заң бойынша істеп, оны қапсыз өлтіретін болам. Заң бойынша? Сонда қандай заңға сүйенесіз? Қосын заңы. Еміз орнатқан тиым жарғысы. 7-ші тарау, 54-ші тармағы. Әрқандай адам сөзсіз бойсыну керек. Менің қол астымдағы адамдардан өзіме дейін бұл жарғыдан аттауымызға болмайды. Қиын ақ болды. Өз қосынымыздан да өзірі қырқы сарылмады ау. Мен не Гуңжинді жақтап, Күңмеңді өлтіріп одақтастықты бұзалмаймын. Не Гуңжинге қарсы шығып, Күңмеңді қорғап, тай тұтықтың шамына тие алмаймын. Гуңжин мен Күңмең арасындағы күрес, дария бетіндегі шайқастанда қиян-кескі болатындай. Екі нардың қапталында шыбын жаным шырқырайтын болды ау. Күңмең, күн жылынып, су молайып келеді. Шайқас табылыды таяған сияқты. Кезі жеткенде көмегіңді аямассың. Тай тұтық тартынбаңыз, сүнлеу бірігіп бір қайыққа мінген екен, даңық намысты тең көреді. Ем маған қосын ішінде әрқандай істе, тай тұтықтың әмірі бойынша істе деп тапсырған болатын. Жақсы, жақсы. Сенше су сайысында қарудың қайсы түрін алып ұстау керек? Атыңыз әлемге әйгілі қолбасы, су сайысының шеберісіз. Бұл сұрауды менен қалай сұрап отырсыз? Сөйтсе де айтып көр. Дәт тай тұтық. Су сайысында екі жақта жебені алғы ұстайды. Мырзаның ойы сайыс әдісіне дәл түседі екен. Қазір қосынымызда жебе кемшіл. Мырзаны сайысқа пайданалар 100 000 жебе жасауға бұйырмақпын. Бас тартпағайсыз. Пақырыңыз тай тұтықтың әміріне әрине бойсынады.
Сонда бұл 100 мың жебе сізге қай уақытта қажет болып тұр? 10 күн ішінде бітіре аласыз ба? Жау жағадан алып, тап бергелі тұрғанда, 10 күн тосып отырсақ, келеліске кесірі болар. Марзаның ойынша неше күнде болмақ? Шақ күн. Көңмең, қалжыңдап тұрған жоқсыз ба? Пақырыңыздың қалжыңдауға дәті қалай барсын? Жұрт алдында мен анытқат жазамын. 3 күннен соң 100 мың жебе жасай алмайтын болсам, жазаға тартылуға дайынмын. Қағаз қалам әкеліңдер, көңмең бармақ бассын. Бірақ бүгін өтіп кетті ғой деймін. Ертең 1-ші күн, 3-ші күні кешқұрым, дария жағасына 500 жасақ жіберіп, жебені санатып алыңыз. Жарайды. Көңмең, шай сұрап ішкелі келдім. Ай, Зыжың-ау, менің түбіме жеттің ғой. Мынауың қызық екен. Бірінші, саған жебе жаса деген мен емеспін. Екінші, бармақ бас деп мен айтпадым. Түбіңе қалай жеттім сонда? Оны бұлай қойғанда, мендей ноған айлакер Айдағар мырзаға қалай қасқыл алсын? Кекегенді доғар, сен маған бүгін емес, 3 күннің алдында қасқып болғансың. 3 күннің алдында қалай қасқылыппын? 3 күннің алдында Көңжин жауамалын өзіне қолданып, Саймауды өлтіріп, сені маған аңсаңдауға жіберген болатын. Ал мен саған оның айласын сезгенімді әсте айта көрме деп қадағалай тапсырған едім. Ал сен айттың, солай шығар? Көңжин бетпе-бет сұраған соң, мен, Көңмең, өмірі өтірік айтпайтынды білесің. Шындықты бүкпесіз айта салған едім. Пәле, әне содан шықты. Көңжин дарынымның елден еректігіне қызғаныштық қылып, еліне кесір болуымнан қорқып, бүгін мені жұрт алдында жебе жасауға мәжбүрледі. Әмірін қабыл алмасам бетім жер болып, бұдан кейін мұнда табан тіреп тұра алмаймын. Ал қабыл алсам, оның тұзағына түсемін. Зыжың, бұл сен тапқан бәле шығар? Ой-бой, екеулеріңнің бастарың бір қазанға сыймай, ортада мені қыспақ қалып, қарадай қатты қинадыңдар. Болды, бос сөзді қой. Қайсең де мені құтқаруың керек. Үйтпегенде мен өлсем, одақтастық аяқсыз қалып, сау-сау елін басып алып, қожаға айналады. Бұл жағы маған айқын. Бірақ мен қазір сені қалай құтқарамын? 20 жылдам қайық бер. Әр қайықта 30-дан жасақ болсын. Қайық көк көнеппен қапталып, ішіне 1000 бау шөп басылып, екі жақ шетіне тізілсін. Сосын амалын өзім табамын. Тағы да не сұмдық ойлай қалдың? Зыжың, мұны саған қазір айта алмаймын. Көңжиннің алдына барсан қиналық боласың ғой. Кейін өзіңе алғыс жаудырамын. Алғыстың қажеті жоқ. Жарайды, қайықпен жасақты айтқаныңдай дайындап қойсам болды ғой. Шайды да дайындап болған соң шерсің. Не деген асығыз? Онда бұйрық қатты, жан тәтті ғой. Жарайды. Зыжың, қайық қарыз алғанымды жойға айта көрме. Исің қыл мойным қылша жылынады. Оның үстіне сенің кесіріңнен. Болды, алаңдама. Бұл жол айтуға әстетет бармас. Онда болды. 3-ші күні таңғыла бересен осында кел. Жебені бірге алып қайтамыз. Айтқаның болсын. Ағасы, әлі түн ортасы ғой. Неге тұрып кеттіңіз? Сенен жасырып қайтем. Бүгін 3-ші күн.
Жоғылияңның уәде бойынша 100 мың жебе тапсыратын күні. Қалай толған санда 100 мың жебені қалай жасап шығаратынына ойым жетпейді. Қалай жасаса солай жасамай ма? Тапсыра алмаса жазасы дайын емес пе? Оны арасында өлтіру керек пе? Жебе тапсыра алмаса да өлтіре алмаймын. Тек оны қорлап қоймақшымын. Олай болса, сіздің неге қарадай мазаңыз кетті? Менің басым қатқалы қашан. Чау-чау. Жоғылияңның 100 мың жебені жасаймын деуінде сөзсіз бір айла бар. Бірақ ол сірә қандай айла тапты? Мен Дәрия шығысының тай тұтығы, Дәрия шығысының жар тәлемінің қолбасшысы бола тұра. Жоғылияңның айласын аңғаралмасам, қалың қолға қалай басшылық етем? Көңмин, мені қайда бармақшысың? Жеп алуға барамыз. Зажен, қане, чай ішіп отыр. Ақылшы, Саусаудың бекінісіне жебе тастам жер қалды. Жарайды. Якорды тастап, қайықтарды қатарлап Саусау бекінісіне қаратып дабыл қағып, шайқасқа шақырыңдар. Ләппәй! Ақылшының әмірі, якорды тастап дабыл қағыңдар! Бас уәзір, жау қайықтар шабуыл жасады. Мынадай соқыр тұманда тосын шабуылдап кемелерімді бекіністен шығарып торуылдап құртпақшы, дәмесін ит жесін. Бұйрық қарсы шабуылға шықпай, садақкерлер жапа-тармағай атқыласын. Әміріңізге құлдық. Тағы жаяу жасақ қосынынан 3000 садақкер келіп, жағада қосылып атқыласын. Ләппәй. Жау бекінісіне өте жақындап кеткеміз жоқ па? Немене? Жау бекінісіне өте жақындап кеттік. Саусаудың қолы қотарылып, бірақ шығатын болса қалай төтеп бермекшісің? Зажен, алаңдамай-ақ қой, жау шықпайды. Саусаудың соғыс кемелері мүлде шықпайды. Қанекен, шай ішейік. Атыңдар! Тәубә, жебе жаңбырша жауды. Ақылшы, шөп бұмаларында жебе чаншылар жер қалмады. Қайықтың басын бұрып, жау бекінісіне қайықтың тағы бір қырын төсеп, жебе жинаңдар. Ләппәй. Қайықтың басын бұрыңдар! Қайықтың басын бұрыңдар! Қайықтың басын бұрыңдар!
Hareketlerin tez bolsun. Tez bolsunlar. Tezrek bolsunlar. Hey tezrek. Taraf oldun mu tez bol. Hadi. Tezrek gelinler. Iya. Ma'qul. Мәлімет ақылша, әр қайықтан 5-6 мың жеп алынды. 30 қайықтан 130 мыңға жуық жеп алынатын сияқты. Бара бер. Ләппай. Сізен 100 мың жебені Гонgjinге бер. Ал қалған 20-30 мыңы соның сыртында оған сұнған тартуым болсын. Көңмин, бүгін тұман түсетінін қалай білген едің? Саңғын болған адам аспан әлпетін болжап, жер жағдайын танымау, шеп құру әдісін жетік біліп, болымды болымсыз айырмау, шеп сырын жете байқап, қосын жағдайына қанық болмау ынжықтың белгісі. Соқыр тұман түсерін 3 күннің алдында білгендіктен, Гонgjinнің әмірін қабылдауға батылым барды. Көңмин ау. Көңмин нағыз әулие екенсің. Басиып, тәнті болдым. Бой, атай көрме, әсте атай көрме, ha? Тұман ішінен дабыл үні шыққанда ғана аңғара қойдым. Көңмин шөп басқан қайықпен жебе жинады ма? Дәл айттыңыз. Оның мынандай керемет айласының маңғарасын көре алмайды екем. Гонgjin, оны осылай істеуге мәжбүрлеген өзің. Сондықтан амалсыз басым бәйтікті емес пе? Ойлаңыз, зәуде бүгін тұман түспесе, жау қотарылып, қарсы шабуыл жасамаса, оның өлген жері сол емес пе? Гонgjin, ақырыңыз екеуіңіздің жұдырықтай жұмылып, жауға бірге төтеп берулеріңізді, өзара қырқыса бермеулеріңізді өтінеді. Жарай ма? Көңминге өзім барып рахмет айтуым керек. Марза, шөп басқан қайықпен жебе жинап, ғаламат айла көрсеттіңіз. Мен мойынсал болдым. Қора шамал ғой, рахмет айтуға татымайды. Қанеки? Жасауыл, шай ғой, ләппай. Көңмин, шайқас басталу алдында тұр. Шайқаста жеңіс пен жеңілісті белгілейтін шешуші сайыс су сайысы. Солай. Саусаудың су жасағын талай барлап қайттым. Бекінісі ретті, оңай алдырмайтын сияқты. Дария шығысының жасақтары тебінді дегенімен саны Саусаудың соғыс кемелерінің жартысына да жетпейді. Үлкен кішілігі маңғарасын көрмейді. Сонда қайткенді аз бен көпті жау қолының кемешебін бұзуға болар, ақылыңызды аямаңыз. Кішпейілдік еттіңіз. Қораш басыммен ақыл айтуға қайтып батылым барады. Кеше түнімен толғанып, бір амал ойлағандай болдым. Іске жараймы жоқ па білмедім. Міне қызық, таңертең орнынан тұрғанда мен де бір амал ойлап едім. Тек сіздің ойлағаныңыздан бірнеше сағат кешіккені болмаса. Марзаның ойлағаны қандай амал? Сонда тұтықтың ойлағаны қандай амал?
Мейлі. Екеуміз де айтпай-ақ алақанымызға жазайық. Ойымыз бірдей шығар ма екен? Жарайды. Көмекші, қалам сия кел. Ләппәйі. Астардың ойламы бірдей деген осы. Тай тұтық. Сәймаудың інісі Сәйха, Сәйжұңдар бағынуға келіп тұр. Жарайды, мен барып байқайын. Көңмен, бұл амалды ешкім айтушы болмас. Сау тұрыңыз. Әміріңізге құлдық, тай тұтық жолыңыз болсын.